критериялар жазылған. Ал оқушылар қалайсыздар? Көңіл күйлеріңізді сабаққа деген қазір концерт көрейік. Бір бірімізге беріп арқылы көңіл күйлеріңізді көрейік. Бүгінгі сабақта Арсекке сәттілік тілеймін. Жатады дейді. Қандай редакторлар болды? Аружан, ал айтып көр. Адольф иллюстратор, потом кореограф. Балаларға жасап сатудамын, иә? Оның қосымша табыс. Енді өздерінде ертең басқа жерде жұмыс істеп жатсыңдар, тағы қосымша табыс тапсаңдар болады. Міне қараңыздар, мына балдардың түрлері, мына бәрі неге дейді, жақсы дейді. Сонымен қалай продажа өтеді? Вообще ничем не выделяются среди конкурентов. Конкуренция. Осы кісіден қазір сұрақ қойды деген, осы бізде. Американец, вот смотрите, скажите, какие вам вообще студенты нужны при производстве? BMW дейді, Mercedes дейді, Toyota дейді. Ол брендтің өзінің агенті. Соның қазір тек қана сол бренд алу үшін сондай сол жұмыс ақша тұрады. Ол былай қарасаң, жай ғана жазу сияқты, жай ғана сурет сияқты, бірақ алып келгенде. Бесінші орынға Coca-Cola компаниясы. Бұл бренд 25 миллиард долларға бағаланды. Аталған тізімде 4-ші орынға IBM. Алтыншы қазақша сөздіктер бар, осы жұмыс істегенде осы кішкене бұрап алды. Кішкене приятно болады. Енді текстін жасайық. Осы жақта. Так, мәтіндерге келдік енді? Текст деген тұр. Біз бұны рабочий столға басамыз. И мысалы английскіше honey деп жазайық. Яғни бұл honey деген мед деген сөз. Осы shift несін басып, бәр жерін ағымына үлкейт аламыз. Енді оң жақта бізде шрифттер тұр. Соның арасында өзімізге ұнаған және жақсы көрінетін бір шрифт аламыз. Мына жерде уже дизайндар кетеді, уже әріпке осы жерге қазір біз несін жасаймыз. Ол үшін біз яғни басам, басқа қою керек. Сосын алып олында скотч етеміз. Бұрыштарын алып тастадың, е? Бұрыштарын алып тастадым. Енді бізге дәл осындай екінші шетке керек. Оны жасап отырмау үшін біз альтты басып тағы екінші конверт етеміз де, сосын оны айналдыра саламыз. Міне біздің бағанағы бал. Енді бұны оның артына ету керек. Ол үшін мышканың оң батырмасын басып, осы менюда монтаж деген бар. Оны на задний планға ауыстырамыз. И осына ауыстырамыз. Сен мына қазір ненің көлеңкесін жасалудың артында. Енді бұны күшейтіп, оның қасына яғни ұстап тұрсын, ұстайтын несін жасаймыз. Оны біз мынандай инструмент перо дегенмен жасақ болады, өйткені ол форма кішкене басқаша, ондай қиын формаларды перо дегенмен жасақ. Ол үшін біз мышканың сол жақ батырмасын басамыз и бір определенный расстояние тартамыз. Егер оны басып тұрсақ, бізге манипулятор деген нәрсе шығады. Бұл оны былай созуға көмектеседі. Осылай примерно. Сен точно не қылмай қой бұлай жерде? Көрсет бұлай. Балалар өздері жұмыс істейді.